Аяз ата. Сіз өзі барсыз ба, жоқсыз ба? Бар болсаңыз, неге бізге өзіңіз келмейсіз? Бір жылы мектепке сіз болып Саттархан ағай келді. Сақалы шыршаға ілініп түсіп қалды. Ал одан алдын мен сізге хат жазып ролик сұраған едім. Оны әкем алып келді. Егер бар болсаңыз, бір рет белгі беріңізші. Мүмкін емес. Жоқ, мен сенбеймін. Кездейсоқ шығар. Тағы бір белгі болса... Болды, мен сендім. Құрметті Аяз ата. Жасминмен? Аяз атаға? Қаша қыз қайда жүрез, а? Қызым! Қызым! Ой, не істеп жатырсың? Ата, келесі жылы жылқы жыл емес пе? Мен сізге ақбозат жасап жатырмын. Ой, айналайын ақбозатыңнан сенің. Жарайсың, қызым. Жарайсың, айналайын. Мен кеттім. Сені де жүрдім. Тамаша болды е? Қайда өзі? Қазір келіп қалар. Ертең жаңа жыл, не істейміз? Хоккей ойнаймыз. Содан соң Эжа, қазір есет келсін, алдасамыз. Әлі өзі де көрінді. Болсаңшы, жайбасар. Сәлем достар. Қолыңдағы не? Хат? Кімнен? Жасминнен. Аяз атаға жазыпты. Аяз атаға? Әкел бер оқиық. Тоқта, біреудің хатын оқуға болмайды ғой. Берік, сен мына хатты Аяз атаға жетеді деп ойлайсың ба? Әлде жаңағы Саттархан ағайға апарып берейік па? Құрметті Аяз ата депті. Есімім Жасмин, 4-ші сыныптың басшысымын. Сабақты 5-ке оқимын. Біздің Томпақ деген досымыз бар еді. Ол алыс сапарға кеткен болатын.
Енді біз онымен хабарласа алмай отырмыз. Менің тілегім Томпаққа сәлемімізді жеткізіңізші, депті. Біз Берік, Есет және Тасболат оны қатты сағындық. Томпақ бізбен хабарласыншы. Өтінемін. Сізден жаңа жылдық сыйлық осы болсын. Сәлеммен, Жасмин. Хатқа бізді де қоспойды. Расында да Томпақты сағынды қой. Өтірік не? Иә, Томпақ хабарсыз кетті. Тұмау тиіп қалмаса екен. Қайда тұмау? Ояқта қарсы болмайды ғой. Қайдан білесің? Түсімде көргем. Менің атам айтатын, Аязыда сонау таудың басында Ақшоқыда тұрады деп. Ақшоқы? Ол алыста ғой. Атам бала кезінде жазған хаттарын сонда апарып тастайды екен. Аяз атаның оғысын атам өз көзімен көріпті. Қой, Шын, мүмкін ертең барып қайтармыз. Қызық үшін. Жолда сырғанаймыз. Я, ең болмаса Аяз атаның оғысын көріп қайтамыз. Хатты Ақшоқыға апарып тастайық. Ақшоқы туралы мен де естігем. Дұрыс, барсақ барып қайтайық. Табиғатты тамашалап қайтамыз. Солай емес пе, достар? Әрине, мен табаннан шығамын. Жолда қарымыз ашады ғой. Мә саған. Қызым, ой, бізге қонақтар келе жатыр ма деймін? Заман қандай болып бара жатыр, а? Қазіргі балдар Аяз атаға, Қарша қызға, ертегі кейіпкерлеріне сенуді қойды. Тіпті мына маған хат та жазбай. Биылдыққа 3 хат алдым. Баяғыда осы маған келген хаттардан осы бөлме толып қаладым. Оқып үлгере алмай, бірінің сыйлығын біріне жіберіп шатастырған кездерім болған. 3 хат биылдыққа. Мынау Жасмин деген қыздан келіпті. Жасмин деген қызым жөні түзі сыйлық та сұрамапты. Томпақ дейме, соған сәлем жолдайды екен. Ой, тоба, баяғының балдары конфет, алма сұрау жүр. Ал мына қызға Томпақтан басқа ешкім керек емес екен. Ана хаттан не депті қызым? Оқып жібер. Мына бір бала сізден компьютер сұрапты. Бересіз бе? Компьютер? Жоқ. Ондай көлемді сыйлықтар менің қапшығыма сыймайды. Сондықтан бере алмайым, жоқ. Мына қыз iPad сұрапты. Оған не дейсіз? Мен дәл сол қыздың сұрағанын берсем, сабақ оқуды, ата-анасын, мұғалімдерді тыңдауды қояды. Әлгіні шұқылайды да отырады бұлай. Жоқ. Ата, бұл заман талап емес пе? Өзіңіз балалар хат жазбайды деп өкпелейсіз. Жаса тілектерін орындамайсыз. Аяз ата болып үйлеріне кіріп, өз сыйлықтарыңызды да бермей қойдыңыз. Мен сыйлықтарымды берейін десем, ата-аналары, мұғалімдері менің атымнан беріп қояды. Аяз ата болып киініп, сақал жапсырып алатындарын қайтерсің. Міне, мынаны қарашы қызым. Кемінде 500 Аяз ата бар ау. 500. Бәрі жалған Аяз ата бұлар. Ақ тілегін таңнан күтіп арайлы, жаңа сәуле терезеден тарайды. Жасыл шырша шамын жаққан әрбір жан, жан өмірдің басталғанын қалайды. Жаңа жыл, жаңа әуен төгіле, сені бірге қарсы алайық. Ата, мұны адамдар сізді жақсы көргендіктен, құрметтегендіктен жасап жатыр ғой. Олай жақсы көргені құрысын. Жұмыссыз қалдық қой. Қазіргінің балдары жөнді тақпақ та айтпайды. Тақпақ айта қой сыйлық берейін десең, Аяз ата қандайсың, 90-дағы шалдайсың, өтірік сақал киіп ап,
Неге бізді алдайсың? Ал енді не істемей қойыңыз бар? Қол қусырып қарап отыра бермекпісіз? Дұрыс айтасың қызым. Олай отыра берсек, қазіргі балдар ертегі кейіпкерлеріне мүлде сенуді қояды. Не істесек екен, а? О, таптым. Әлгі ертегі кейіпкерлерін шақырып, Сайтан, Мыстан, Қара адамы үшеуін шақырып тапсырмай берем. Қазіргі балдарды қалай да болсын ертегіге сендіру керек. Тұрдым мен онда. Не болып қалды өзі? Көктем келді ме, сайтан тұрыпты ма? Ай! Мен ешкімді де түрткен жақпан. Ал сен кәрі қақпас. Қайта мені оятып жібердің. Ал енді мен сені түртемін. Болды, жетер еді. Сайтан алғырая қытығын келіп кетті ғой. Аяз ата. Сонымен бізді кім оятты? Аяз ата. Басқа кім дейсің? Аязды күні. Құтырып жібетін. Көктемге дейін бір ұйықтап алсам ба деп едім. Тау, еріккен жол тағын мен ойлап таптыкін. Сақалы сыпырғыдай болып алып, тыныш отырса қайтеді, я? Қой, мен... Бар, иә, бара ғой. Әйтпесе, ана қақпассам тесік бермес. Бара ғой, ашу жаман. Көрмекші, сыйқарымды көрмекші. Мәні, қазір дәм көрейін. Қайна. Қане, енді көрейік. Несі бар? Дәп-дәмді сорпа. Сыпырғым, суылдым. Қайдасыңдар? Амансыз ба, Аяз ата? Келдіңдер ме? Тұрыңдар жерге. Тұр деймін. Аяз ата келеді. Бізге сәлем береді. Амансыз ба, Аяз ата?
келемін, беремін. Ертең қысқасы, мына мені тыңдаңдар. Қазір балалар ертеге сенуді қойды. Я, Сендерді тіпті танымайды да. Танымайды. Дұрыс айтасыз, Аяз ата. танымайды. Олар ана өлге жетпей ме? Ішпей ме? Қай-қайдағы біреулерді таниды. Мені мүлдем танымайды. Әлгі кунг-фу панда дей ма, өрмекші адам дей ма, Иә, дұрыс әлгі айтасыз. Гарри. Гарри Поттер, айтпаңдаршы соларды. Солардың сыпырғылармен ішіп жүргенін көрсем, шыным келеді. Сиқыршылар мектебі дейді ғой. Оқымай-ақ ішіп жүрміз ғой осы сыпырғымен. Болды. Қысқасы, сендердің рейтингтерің төмендеп кеткен. Ешкім қорықпайды да сендерден. Сондықтан танымайды сендерді. Енді не істе дейсіз бізге, Аяз ата? Қазіргі балалар кітап оқымайды. Біз туралы кино да жоқ. Бәрі шетелдікі. Енді бала деген бір көргенді қағып алмай ма? Соларды таниды, бізді танымайды. Ертең мына жерден 3 бала өтеді. Бұл сендерге тапсырма. Сол балаларды ертеге сендірулерің керек. Қайткенде де сендірулерің керек. Түсінікті ме? Түсіндік, жолдас Аяз ата. Аяз ата, ал қорқытсақ бола ма? Мәселен, бұлай. Қазіргі балдар сендерге сене қояма. Өздеріңді қорқытып жібермесін. Әзіліңіз ба, Аяз ата? Кішкентай балаларды қорқыта алмасақ, несіне жер басып жүрміз? Осыдан мыстан болмай кетейін, қорқыта алмасақ. Ей, айтсаңдаршы сендерде, не қып тұрсыңдар? Екеуіңде намыстарың жоқ, түрлерің құрсын, албастылар. Түріміз нелең бар? Менде намыста, арда, ұятта жоқ. Біздің жұмысымыз алдау, арбау, азғыру. Не қып тұрсың ей? Кинг-Конг сияқты сөйлесей. Тілің жұтып қалғасын ба? Ал енді мен не деймін? Мен енді менен алдындағы айтқандарға қосыламын. Жетер енді. Салғаласа бергенше, тапсырманы орындаңдар. Көп болады, Аяз ата, орындаймыз. Жеттік па? Асылым ағай, сәлематсыз ба? Сіз мұнда қайдан жүрсіз? Мектепке балмаскаратқа бара жатырсыз ба? Маскаңыз күшті екен. Қайдан алдыңыз? Құйрығыңыз керемет екен. Ине жіппен тігіп қойғасыз ба? Астроном нес? Қайдағы маска? Қайдағы балмаскарат? Өй, ағай, образға кіріп кетсіз ғой. Бәрінен де мүйізді қатырыпсыз. Қайтадай мұна бұна? Әрі тұрыңдар. Мен сайтам. Қорқытпаңшы ағай. Одан да бізбен жүріңіз. Қызық болады. Ай! Мен ойнап тұрғаным жоқ. Құйрықта, мүйізде, бәрі өзімдікі. Жапсырылмаған да, тігілмегені. Міне. Мен сайтанмын. Бисмилля. Болды енді. Кетер. Болды енді. Шаршатып жібердіңдер. Болды енді. Қысқасы, әрі қарай жол жоқ. Өтпейсіңдер. Қалайша? Былай тұрыңыз. Әйтпесе. Немене әйтпесе? Бешемілге деген сөзіңмен қорқытпақсың. Иә. Сендер бағана қарқылдап күліп жатқанда, ол сөздерің күшін жойған. Жарайды, сайдан болсаң боларсың. Онда былай етейік. Берік, асықты берші. Міне. Менімен асық ойнайсың. Ұтсаң біз кері қайтамыз. Ұтылсаң біздің жолымызды бөгемейсің. Келсік пе? Бөгемейсің. Тоқта! Асық. Міне Асық ше? Жарайды. Келістіктіңдер. Ай! Қарағай. Тас болат. Алақай. Сен де бір. Тас болат.
айтам болсаңыз да әділ Қойшы. ойнаңыз. Тасболат! Қанеки Тасболат? Кет! Ал Сайтан, жеңілдің ғой. Ал енді жолдан былай тұр. Кет! Қапынан ая. Ей, Мыстан! Алло, Ей, тарифтесің ба? Звондаш маған. ой, жармағыр. Алло, не боп қалды? Ей, масқара болдым, масқара. Балаларды өткізіп алдым, өткәдімеген. Әй, Сайтан, өтіп кеткені қалай? Танкімен жүрме олар? Ей, жоқ. Өздері бір сондай қу балдар екен. Алдары көсенің шөберетші ме деп қалдым. Әй, Сайтан, сен алданып қалғаннан саумысың? Қарабасы басы ойнап нем берет? Енді Мыстанжан, айналайын Мыстанжан. Барлық үміт енді өзіңде. Қайтсең де оларды өткізбеуге тырас. Ана, қарадама деген албаста қомпиған денесі болмаса, басында шайланмай жоқ суымай. Оған сенбе өсің қатыр Мыстанжан. Жарай. Ай, не дейді? Байланыс саясынан тішерде. Мен Мыстанмын. Ал олар жай әншейін кішкентай балалар. Олар мені алдай алмайды. Қайдан жүрсіңдер? Тазалықшы апай? Сіз мұнда қайдан жүрсіз? Иә. Мына айналаны қоқыс басып кеткен екен, соны сыпырайын деп, тазалайын деп. Сендер кімсіңдер? Қойыңызшы. Шынымен танымай қалдыңыз ба? Мен Тасболатпын ғой. Ылғи да маған ұрсып, қуалап жүрді едіңіз. Тасболат. Иә? Иә, танимын, неге танымаймын? Мыналар сенің достарың емес пе? Иә, мен Берік, ал мынау Есет. Сіз Айдалда не істеп жүрсіз? Мектепке барып үйден жүрмейсіз ба? Директор ағай сізді қолады ғой. Директор ағай? Иә? Біздің директорымыз Аяз ата. Ол кісінің ашуына тисең, көктемге дейін мұз қылып қатырып қояды. Міне былай. Ашу жаман Аяз атаның. Сіз Аяздан айтамысыз? Сіз оны өз көзіңізбен көргенсіз бе? Иә. Айтыңызшы, Аяз ата қандай екен? Түрі жаман. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқырлықау танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Қайда өзі? Қорқып қалдыңдар ма? Қалай екен Мыстан апаларың? Мыстан? Мына сізді Мыстан деп тұрсыз ба? Мыстан деген кәрі, түрі жаман кемпір емес пе? Ал сіз әбәдемі апайсыз? Енді осындаймыз. Ол ертегіде бізді жағымсыз кейіпкер етіп көрсету үшін мұрны орақтай, тырнақтары сояудай, шаштары сабын суы көрмегенде. Тазалықшы апай, ой, кешіріңіз, Мыстан апай, сіз бізге айтыңызшы. Аяз ата мен қаршағыз расында да бар ба? Әлде ертегіде ғана жүре ме? Анау тұрған ақ шоқыны көрдіңдер ме? Иә. Аяз ата немересі қаршағыз екеуі сол үйде тұрады. 2 бөлмелі ағаш үйде ипотека қалған.
онда не қылып тұрмыз? Кеттік Аяз атаға барайық. Жасминнің хатын берейік. Қандай хат? Тоқта. Мүмкін тілек орындалып қалар. Қандай хат? Маған ақ бере салыңдар. Мен ақ орындай салайын тілектеріңді. Жоқ, ол хатты біз өзіміз Аязтаға береміз. Тоқта. Мен сендерді өткізбеймін. Ұқтыңдар ма? Бұл не, шекара ма? Мүмкін құжаттарымыз керек шығар. Керек пе не? Жаңа ғана сайтаннан жолға құтылып едік, енді міне мыстан. Қысқасы біз сен қорықпаймыз. Солай ма? Иә. Онда. Міне. Қалай екен? Керемет. Сіз циркке барып жұмысқа тұрмайсыз ба? Цирк перігіңді білмеймін айналайын. Бір білерім өткізбейтін екенім, ертегілер елі менің мекенім. Даусыңыз қандай керемет? Иә. Сіз нағыз әншісіз ғой. Ана әлгі X-Factor'ға қатыспайсыз ба? Ой, балалар, мен ән салғанда бұлбұлдар дем алады ғой. Шіркін, биыл бір жақсы бір концерт беріп алсам ба деп қоям. Беріңіз, әрине беріңіз. Қане, тағы бір айтайыншы. Ердің таппай әуенім, әлі де ешкім білмейді. Таппай жүрек сыңарын. Лари, 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 ней. Нари, 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 ней. Нари, 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 ней. Нари, нари, ней. Нари, 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 ней. Нари, 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 ней. Алыстан естілген бұл күшке бақ тілеп, гитардың сазына ергендер. Мыналар қайда кетті? Бағандар аяқ. Тоқта! Әле, Мыстан. Кинг-Конг, сыналатын кезің келді. Шық ойқастап, көрсет өнеріңді. Саған сенеміз. Түсіндім, Мыстан, түсіндім. Кинг-Конг, асық ойнама. Асық ойнамай. Ән айтпа. Ән айтпайым, иә. Түсіндің ба? Іске сәт. Ал не деді? Тағы не деді? Мықтысың деді. Шық ойқастап деді. Сыналатын кезін келді деді. Қайтсем де өткізбей. Мен бұл балаларды қазір жолдан адастырайын. Орам, 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 ораным, орам, орам.
Салдыңдар ма? Мынау кім тағы? Кинг-Конгтың маскасын киіп алған. Мүмкін маска емес шығар. Сайтан да, мыстан да. Шын болып шықты ғой. Тасболат, сен Чарльз Дарвин қателескен деп едің ғой. Анау жабайы адам ата бабамыздың шықпас. Біз маймылдан жаратылған жоқпыз. Ей, сен кімсің? Мен қара адаммын. Қара адамы? О, балалар, қара адамы мен суретке түсіп алайық. Қане тұрыңдар. Қане, тұрсап, түсір. Иә. Кәне. Қай сен Шайтан тегінен тегін түсе бересіңдер бе? Міне ғажап, біздің тауда да қара адамы бар деп кім ойлапты? Сенің есімің кім? Қара адамы? Түсінікті. Біз сені Қаржау деп атаймыз, келісесің бе? Қаржау? Немене? Намазда жабайы адам деп қойып. Жабайы адамнан гөрі Қаржауың дұрыс екен. Қаржау дей беріңдер. Әрине, сен Қаржау жатқанда туылдың емес пе? Қаржау. Иә. Түріңе қарасақ, өткізбейтін сияқтысың. Солай емес пе? Дәл таптыңдар. Сендермен асық ойнамаймын. Ән айтпаймын. Жеткізген екен ғой алалар. Жарайды, Қаржау. Біз сенімен қар атысып ойнаймыз. Егер жеңсек, өтеміз. Жеңілсек, кері қайтамыз. Сен қар адамсың ғой. Қардан қорықпайсың. Дұрыс па? Әрине, қардан қорқсам қар адам болам ба? Келістік. Жеңілген жақ. Екі қолын көтереді. Келістік пе? Келістік. Ал бастаймыз ба? Ал бастасақ бастайық. Ал кеттік. Қашып кетті! Алдап кетті! Армысыңдар балаларым, бар болыңдар. Айналайын өркендерің өссін. Ата, сіз шын Аяз атасыз ба? Баламысың деген, әрине шын Аяз атамын. Менің сендерге деген сыйлығым бар. Хоп! Ой, айналайындар, міне. Міне саған. Міне саған. Ой, міне саған. Алақай, рахмет ата. Рахмет ата. Келіңдер. Ата, біз сізге хат алып келдік. Хат? Ой, бұл әлгі Жасмин деген қыздың хаты ғой мынау. Мен бұны әлде қашан алып оқып қойғам. Қалайша? Біз бұны енді ғана келдік қой. Мен сендерге түсіндіріп айтайын. Сендер маған хат жазып жатқан сәтті, мен ол хатты оқып қоям. Солай ма? Сіз біздің, яғни Жасминнің тілегін орындайсыз ба? Әлгі Томпақ деген қай қалада тұрады? Ол Томпақ бөгде Ғаламшарда тұрады. Солай ма? Менің шатым бүгін жоғалып кетіп еді. Енді қайтты ма? Ата, біз сіздің бұғыңызды іздеп тауып келеміз. Ал сіз біздің тілегімізді орындайсыз. Келістік пе? Ой, келіспеске амал жоқ. Әрине, келістім. Ай, бұғысыз қайда барам? Ай, таласпаңдар, таласпаңдар. Ай, баламысың деген. Сол болыңыз, ата. Жақсылап қойла. Жақсылап. Қане. Ал енді. Әдеміле біл. Міне, жерге қоямыз. Абайда сындырма ма? Бүгіннен бастап сиыр емес бұғы боласың. Аястаға қызмет етесің. Бірақ бұл ұшпайды ғой. Өй, Аяста өзі ұшып алады. Ал енді кеттік Аястаға. Аяз ата-ау! Аяз ата! Аяз ата! Біз сіздің бұғыңызда келдік. Біз сіздің бұғыңызда келдік.
Ай, мынау мұғыман. Ай, Иә. ай, саламысың деген. Ой, Тегінбай. Бұрын бұлай күлмемедім. Саусаң сүте береді дейді. Қане? Ой, менің бұғым әне. Әне, анау тұр әне. Бәсе, айналаның бәрін шарлап таппадық. Содан мынаны алып келдік. Жарайды балалар. Маған тамаша көңіл күй сыйлап күлдіргендерің үшін рахмет. Ал енді қайта қойыңдар. Мен сендердің тілектеріңді орындауға тырысайын. Ай, балалар. Әне Томпақтың үйі. Иә. Ал достар, не істейміз? Аққалар жасаймыз. Кеттік. Жасмин, бері кел. Аққуды атпаймыз, достарды сатпаймыз. Аяз ата! Айналайындар, сендерсіңдер ма? Міне, сендерге бір дорба сыйлық алып келдім. Қой сізге хат жазған. Сіз менің тілегімді орындадыңыз. Жасмин, сен ба? Иә. Ой, айналайын. Қазір саған берейін сыйлық. Міне, саған. Айналайындар, ай. Мынау саған. Сөмке. Ал саған өзіңе ұқсаған сыйлық. Ал мынау саған бала. Рахмет, Аяз ата. Ал, мен бармаған қала бар, асқар тау бар, дала бар. Мен сонда жүрейін ендеше. Сау саламатта болыңдар балалар. Ал жаңа жыл мерекелерің құтты болсын. Сау болыңыз, Аяз ата! Сау болыңдар, жарайды. Жаңа жылыңызбен! Сау болыңыз, Аяз ата! Дәл қазір бізді Томпақ көріп тұрған шығар. Иә. Тора қарамыз. 5-ші сцена, 2-ші сиқырлы сұлу әсем мереке жаңа жыл бізге жолғақтанар әр үйге сыйлап бақыт береке жаңа жыл күні жер шарында ай жұлдызбен айнала енер ғажап дүркеге жаңа жыл бізге ақшақар қызбен шырайлы жүзбен келер әр үйге жаңа жыл бізге ақшақар қызбен шырайлы жүзбен келер әр үйге аспаннан жауған ғажап тілектер
орындалады ғажайып сұлулықта қарсы алар сәттерге болмаған жүректер келелі жаңа жыл бәрекелді ма келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын